Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді мантының рецептісімен бөлісемін. Асқабақпен дайындаймыз. Видео рецепт қызық болса, каналыма тіркеліп лайк басып қолдау көрсетіп, видеоның соңына дейін менімен бірге болуды ұмытпаңыздар. Сіздермен Эльмира. Енді мантының салмасын дайындауға кірісеміз. Бізде асқабақ, өте дәмді асқабақ менде. Сыртын тазалап, қабағын аршып аламыз. Оны жақсылап жуып, осылай төртбұрыштап, кубиктап турайтын боламыз. Майдалап турадым мен осылай. Пиязымызды турап аламыз. Асқабақты үккіштің көмегімен өтіріп алуға болады. Мен үнемі дәл осы рецептпен дайындаймын. Турап аламын дәл осылай. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұзды, сұйық майды араластырып, салмамызды жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді қамырына кірісеміз. Қамырына тұз, жұмыртқа, суды араластырып, қамырымызды илейміз. Менде қатты қамыр болды. Мен үнемі қатты қамыр қылып илеймін. Сұйық майды араласып біркелкі болғанша илейміз. Жақсы иленгені маңызды мантыға қамырдың. Сол кезде біздің түйілген жерлеріміз өзінің формасын жоғалтпай, өте әдемі формасын жоғалтпай манты болып пісетін болады. Енді тынған қамырымызды жаямыз. 10 минут, 15 минутқа тындырып алдым мен қамырымды. Дәл осылай жаямыз. Менде қатты қамыр көріп тұрғаныңыздай. Жұқалап жасап, дәл осылай төртбұрыштарға бөліп, теңде кесетін боламыз қамырымызды. Мен осылай төртбұрыштарға бөлгеннен кейін тағы да созып кестім. Жұқа болғаны өте маңызды. Манты жұқа болса өте дәмді болады, әрі әдемі болып піседі. Енді мантыларымызды түйеміз. Бір ас қасық, 1,5 ас қасықтай салып, дәл осылай түйіп аламыз мантымызды әдемілеп. Енді листімізді майлап, көбірек майлаңыздар, барынша майлап аламыз. Мантының шеттерінде майлаған дұрыс. Жақын қойып мантыларымызды үстінде аямай майлаңыздар. Мантыдан майды аямаған дұрыс. Енді қайнап тұрған суға 1 ас қасық тұз салып, 35-40 минутта мантымыз дайын болады. 2 зуаладан менде 4 листі манты шықты. Біздің мантымыз дайын болды. Дәл осы рецептпен дайындауға кеңес беремін сіздерге де. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Эльмира. Алдағы уақытта тағы да пайдалы видео рецепттермен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар, рахмет.